Аршалы ауруханасына қонаққа келді. Біздің мектебіміздің ата-аналары көп балалы ана Сушаш ханымнан бірнеше сұрақтар қойғымыз келіп отыр. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Жалпы күнделікті балаларыңызға қанша уақыт көңіл бөле аласыз? Күнделікті жұмыста болғандықтан таңертең тұрып басым түсіп кетеміз. Кешкісін жұмыстан кейін демалыс күндері. Демалыс күндері сіз қандай балаларыңызға іс-шара ұйымдастырып бересіз? Демалыс күндері енді кейде неге байланысты қалаға барамыз ойнатуға, сосын үйде сабақ оқимыз бірге, кітаптар оқимыз, далаға шығамыз, серуендейміз. Отбасы деген ұғымды сіз қалай түсіндіріп бере аласыз? Отан отбасынан басталады демекші, отбасы ол біздің өзіміздің шағын мемлекетіміз. Ол отбасы жағдайында біз енді бала-шағамызға өзіміздің салт-дәстүрімізді үйретіп, дәріптеп, түсіндіріп, тәрбие береміз. Балаларды жақсы өсіріп, әкесі екеуміз барынша жағдай жасап отырамыз. Сушаш ханым, сізге үлкен рахмет. Отбасыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан отбасыңызда, шаңырағыңызда тек қана қуаныш, береке бола берсін. Рахмет. Кәмшат ханым, сізден сондай бір тосыннан сондай бір сұхбат алғымыз келіп тұр. Отбасы ұғымын сіз қалай сипаттар едіңіз? Отбасы деген ол мен үшін бір отан, мемлекет өзімнің. Сол мемлекетте мен қазақша қалай айтады, домохозяйкамын. Сол отбасының тірегі ол ер азамат болады. Сол отбасын біз өзіміз қорғап, тек қана жақсы жағынан көрсетуге тырысамыз. Ұйытқысы бол, балаларымызға дұрыс тәрбие беріп, дұрыс жол көрсетіп, дұрыс тәрбие беруден ешқашан шаршамау керек. Әрқашанда өзім тірі жүргенше сол балаларға дұрыс жолды үйрету керек деп ойлаймын. Сіздің отбасыңызда ең үлкен жетістік ол не? Отбасымызда біздің жетістігіміз, біз отбасымызбен жақсы көреміз, қонақ күту деген например. Біз қонақ жайлы болған жақсы көреміз, есіміз жабылмаса екен дейміз. Келген қонақ шақырғанды жақсы көреміз семьямызбен. Бір қызым әнші, бір қызым биші, бір ұлым спортқа көп белсенді қатысады. Үлкен өзіміз мұғалім, жолдасым енді өз қызметінде бірінші орында, ол қызметін бірінші орында қояды. Бәріміз отбасы үшін. Рахмет, көп өте сондай еркін, шынайы сұхбат бердіңіз. Сондықтан естелікке. Айзат ханым, енді сізге осылай тосыннан сұрақ қоюға тура келіп тұр. Жауап берсеңіз, яғни сіздің отбасыңыздағы биылғы қандай жаңалықтар бар, қандай жетістіктер бар, соны тоқтала кетсеңіз? Біздің отбасымызда биылғы сыныпқа барып жатыр. Өте қуаныштымыз, өзімізге өте қызықты. Өзіне де қызық, мектепке барамын деп өзі құлшын шығар. Сондықтан сол осындай қуаныш болып жатыр. Қандай мектепке барады екенсіз? Жұмабек Ташенов атындағы мектепке барады. Қазақ мектебіне барамыз. Жаңағы қарсы алып, осылай берсін, отбасыңыз тек қолға берсін, береке, болсын. Отбасыңызда сізге тек жақсылық тілейміз. Ал енді Сәулеш ханым, отбасында сіз үшін ең маңызды нәрсе не ол? Енді отбасында біз бірінші қазақилығымыз бар. Екінші отбасындағы ең бірінші нәрсе тәрбие тәртіп. Балаларына тәрбие тәртіп беру үшін ата-ана өзі сондай тәртіпті болу керек. Балаңды солай жақсылап тәрбиелейсің. Сол тәрбие керек. Өзі жақсы адам болып, балаларына жақсы тәрбие беру керек қой. Солай отбасы енді солай ғой. Маңызды нәрсе сіз үшін, яғни тәртіп, тәрбие. Жақсы, рахмет. Ернұр мырза, отбасында әкенің рөлі қандай? Енді әке көрген оқ жонар дейді. Әкенің қадірін балалы болғанда білесің дейді. Өзім бар, екі ұлым бар. Соларға тек әкелік мейірім дегенді көрсетуге тырысамыз. Өнерге баулып, енді балалар біздің ізбасар болғаннан кейін оларға тек жақсы үлгі көрсетіп, еңбекке баулып, өмірде көрген тәжірибемізді оларға да
көрсете білуге, үйретуге, дұрыс жолмен жүруге, соған насихаттауға, жаңағы жақсылық насихаттауға, имандылық жолына, жаңағы білімділік жолына бәріне баулиды. Сол әкенің бір міндеті ол өмірден алған тәжірибені сол балаларға жаңағы ақылына сіңдіруге тырысамыз. Енді ұл деген ол әкесіне қарап өсу керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет сізге. Пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Әрқашан осылай ұлдарыңыз елге үлгілі, халықтың қалаулы азаматтары болып өсе берсін деп тілейміз.